Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Малика. Және де мен әлі де осындамын, сіздермен біргемін. Қазір мен әлі де Мажарстанда, Будапештте боламын. Негізі мен жаңа ғана даладан келген болатынмын, бірақ аяқ астынан бір видео түсіруді ұйғардым. Бүгін негізінде 23 қазан, және де бұл негізінде мажар халық үшін өте бір маңызды күндердің бірі. Неге екенін ол да айтатын боламын. Және де бұл қазір бүгінгі менің айтатын нәрсем барлығы қазақ тіліне байланысты. Және де сіздерге деген қазақ, негізінде бүкіл қазақ халқына бір датым бар. Бұрыннан бері ойлап жүрген, жинақталған ойларымды бүгін талқыға салатын боламын. Камера мында мен iPad-ты қолданып жатырмын, өйткені мен телефонымда сақтау орны жоқ. Себебі сондықтан мен видео жасай алмаймын, және де әрине менде камера жоқ видео түсіретін. Не істейміз енді, менде басқа жол жоқ болып тұр қазір. Өйткені бұл менде бір импровизациялық видео болғалы жатыр. Бірақ болашақта мүмкін мен байып кетсем, күшті керемет бір камера сатып аламын, керемет микрофон сатып алып, сіздерге high quality видео жасауға үміттенемін. Жарайды, мәселе байлықта емес. Қазір біз қазақ тілі жайында сөйлеуге осында жиналып отырмыз. Негізінде бұл видеода болатын нәрселердің барлығы тек қана менің бұлай субъективті ойларым әрине де, және де өзім бұлай бақылаған, қараған жағдайлар жайында сөйлейтін боламын. Тіпті мен осында келгелі бері орыс тілін ұмытып қалдым кішкене. Қоршаған адамдардың көбі ТМД одағынан болса да, көбінесе мен қазақ балалармен араласамын, яғни көбі осы нешкі тыл бітіргендер және де басқа мектептерден, бірақ олармен мен өзімді үйдегідей сезінгендіктен қазақша сөйлей бастаймын. Түсіне ме, түсінбей ме білмеймін, мен қазақша сөйлеймін бірінші. Сөйтіп мені қоршаған адамдарым, менің достарым менімен де қазақша сөйлейді, кейбірлері әрине де қазақша сөйлемесе де, ең бастысы мен олармен қазақша сөйлей аламын. Сонымен осы қазақ тілінің жағдайы мен мажар тілімен салыстырғым келіп отыр. 23 қазан жайлы айтып ұмытып кеттім ғой. Неге бұл күн мажарлар үшін өте маңызды? Себебі бұл күні, осы күні 1956 жылы мажар революциясы болған. Кімдерге және немеге қарсы? Кеңес одағы, яғни Кеңес одағының режиміне қарсы революция болған. Өкінішке орай бұл мажар халық үшін жақсы аяқталмаса да, олар тырысты. Тырысу бұл өте маңызды зат. Осы күні Мажарстанның көп адамдары далаға, үйлерінің сыртына осындай Мажарстанның видеоға фотосын қоятын шығармын. Жалауын іліп қояды, және ол жалаудың дәл ортасында осындай тесік болады, яғни кесілген дөңгелек. Неге десеңіздер, бұрынғы кезде олар осы Кеңес одағының ықпалында болғанда, Кеңес одағының белгісі сол жалаудың, флагтың ортасында болған болатын. Және соған қарсы қозғалыс ретінде олар сол күні де өздерінің жалауларымен шығып, осы кесілген тесік жалауларымен шыққан болатын. Қандай brave citizens. Және олар осыған қарап, негізінде олардың өздерінің патриоттары, өз халқының және өз елінің патриоты екенін түсінуге болады. Әсіресе тілге келгенде. Тіпті олар өздерінің мемлекеттік жағдайын немесе бір істерді жамандаса да, олар мажар тілінде жамандайды. Қалай болса да, өздерінің тілдерінде жамандаса да, жақсыласа да, өздерінің тілдерінде сөйлейді. Және де бұнда барлығы біз сияқты, мысалы, бізде көбі қазақ тілін білмейтін адамдар бар ғой, негізінде көп болмаса да, жеткілікті. Мұнда бұндай мүлде жоқ. Ауылда тұрасың ба, қалада тұрасың ба, шетелде тұрасың ба, барлығы кім Мажарстанда туылды, кім Мажарстанда қаншама жыл тұрды,
олардың барлығы мажарша біледі. Тіпті осында келіп біз сияқты шетелден келген оқушылар да, мұғалімдер, жұмысшылар, олар да венгерше, мажарша сөйлеу қажет. Көбінесе тірі қалу үшін, жұмысқа негізінде ең бастысы жұмысқа орналасу үшін мажар тілі өте маңызды. Мажар тілсіз сен жақсы төлейтін, жақсы корпорация, жақсы жұмыс таба алмайсың. Өкінішке орай. Көп мен өзімде орысша, ағылшынша, қазақша араласып сөйлесем, олар таза мажарша, кішкене кейбір кезде мүмкін андай ағылшынша сөздер қосып сөйлейтін шығар, бірақ көбінесе таза мажарша сөйлейді. Соған мен таң қалдым. Кішісінен үлкеніне дейін. Және бұл өте керемет деп ойлаймын. Ал бізде жағдай 180 градусқа бөлек. Соған қаным қызиып бар ғой. Олардың азық-түлік дүкендері, жай дүкендерде де барлығы мажарша жазылған, ешқандай бір ағылшынша жазуларды көрмейсіздер. Сондықтан сіздермен бірге Google Translator алып, былай переводчикпен, транслейтермен аударып жүру керек болады. Бұл негізінде жақсы, өйткені біз негізде көп оқушылар, көп мүмкін шетел адамдары да осында келгенде осылай дүкендерде жүріп мажарша сөздерді көреді де, тек қана мажарша болғандықтан бірден енді сол сөздерді қайта көргендіктен естеріне сақтап алады. Мен де қазір егер дүкенге барсам, қай жерде не жазылып тұрғанын түсінемін. Неге? Әрине де себебі мен күн сайын сол мажар тілін көремін. Ешқандай мен ағылшын тілін немесе орысша я басқа тілдерді көрмеймін дүкенде. Дүкенде ғана емес, негізі далада, бүкіл жарнамаларда, далада жазылып тұрған бір плакаттар болсын, жазбалар, оның барлығы мажарша болғандықтан сен де қарап, оларды түсінгің келеді не жазылып тұрған. Сондықтан мүмкін сен аударып қарасаң да, аудармай өзің түсінуің бойынша былай негізінде интуитивті түрде кейбір сөздерді жадына сақтап, жаттап алуға болады. Әсіресе егер бірнеше жыл осында тұрып жатсаң. Ал Қазақстанда ондай жоқ. Өйткені барлығы орысша, қазақша, орысша. Тіпті менің бір зағылдыратын зат, ол үлкен кофейняларда немесе үлкен кофеханаларда, ресторандарда бірінші орысша жазылып тұрады. Кейбір жерде жарнамаларда да бірінші орысша жазылады. Немесе әрине ағылшынша жазған жерлер жақсы. Бірақ осы орысша қазақшаның мәселесі барлығы айтып жатады. Мен де қоса кетейін, егер барлығы орысша жазылып тұратын болса, қазақ халқы өздері де қазақша үйренуді түсінбейтін болады. Әрине қазірде мен Қазақстанда тұрып жатқан олардан мысалы кейбірінен сұрасаңыздар, неге қазақ тілін үйренбейсің десеңіздер, қазақша кішкене түсініп, бірақ сөйлемейтіндер де бар, түсінбейтіндер де бар. Олар а зачем дейді, а зачем? Мүмкін негізінде ондай орыс халқы да орысша сөйлейтін адамдар, орысша білетін адамдар Қазақстанда тұратын, олар да не үшін дейді. Күні барлығы қолжетімді орыс тілінде көп нәрселер негізінде қазақшаға қарағанда орыс тілінде көбірек ақпарат бізде Қазақстанда барлық жерде. Сондықтан олар мүлде түсінбейді, мүлде керек етпейді қазақ тілін. Негізінде мен оны түсінемін, өйткені шынында да бізде елімізде барлығы орысша бар. Сен қазақша табылмайтын ақпарат көбірек. Сондықтан олар айтады, не үшін керек? А зачем нам изучать казахский? Да? Потому что все и так-то доступно на русском. Think about it. Шындық. Келесі зат. Кітаптар. Мұнда бүкіл кітапханаларда, кітап сататын дүкендерде барлығы қайтадан қандай тілде? Мажар тілінде. Мажарша ғана, ағылшынша мүмкін кішкене ғана бір сөреде ғана болып тұратын шығар. Books in English деп, ал былай жалпылама барлығы 99% тек мажарша. Қазақстанда қалай? Қазақстанға оралатын болсақ, бұл негізінде тек қана Мажарстан туралы емес, басқа бүкіл елдер жайында Европа одағындағы
мәселелер жағдай осындай. Кітаптардың барлығы өздерінің тілдерінде, иә. Ал бізде қалай? Бізде бәрі керісінше. Бізде мүмкін кітаптардың 80% орысша, қалған 20 мүмкін 20 да емес, мүмкін 10% ғана шығар қазақша. Сондықтан жастар, кішкене балалар да, оқушылар, олар ең бірінші меломан болсын, яғни Марвинға кір келеді, бірінші кітаптарды қарайды, әдемі сырттары, әдемі бір кітаптар сатып алады, және де ол сатып алған кітаптардың көбі орысша, себебі қайтадан орысша ақпарат көбірек, орысша кітаптар көбірек. Ал қазақша өте аз. Көп ойлайды, қазақша оқу қиын, қазақша оқу анда мен түсінбейтін сөздер бар деп. Бірақ егер кітап оқысаң, түсінсең де түсінбесең де, ағылшын тілінде де солай, орысша да солай, сен түсінбейтін сөздер бәрібір болады. Бірақ одан кейін оқып отыра оны тағы да интуитивті түрде сен оның мағынасын түсіне аласың. Немесе транслейтер деген нәрсе бар, аудармашы деген зат бар бізде. Қазіргі 21 ғасырға рахмет, интернет бар, біз оны ғаламторда аудара аламыз, кез келген ақпаратты, кез келген затты. Бірақ қайтадан бұл бір банальды нәрсе болса да, ұсыныс болмағандықтан сұраныс та жоқ. Өйткені ол бұрыннан бері болмай келе жатыр, адамдар үйрен қалды, осы қазақша жайды оны табу бәрібір қиын емес, қазақша бәрібір қиынырақ болады деп. Болды, одан кейін олар қазақша іздемейді де, ешқандай бір, білмеймін, they don't even make an effort to find something in Kazakh. Менің жағдайымда да сондай. Біз бір ақпарат іздегенде, ғаламторда Google бойынша, маған ағылшынша ақпарат іздеген ой. Ал егер ағылшынша болмаса, орысша іздей саласың, мен ғана емес, көп адам. Бірақ менде қазақша Apple телефоным барлығы қазақша тұр. Бірақ шында да ақпаратты бізде қазақша іздеген осындай бір барлығына ортақ нәрсе емес. Оны көп кездестіре, қазақша іздеп отырған адамды көп кездестіре бермейміз, өкінішке орай. Бұл тағы да тек қана осы кітаптар ақпарат, және ол ақпаратқа ойыншықтар да кіреді. Яғни ойыншықтардың өзі емес, бірақ ойыншықтардың сырты. Жарнамалар да, жарнамалар барлығы бізде қайтадан орысша көбі. Өйткені олар да біледі, орысша білетін адамдар көбірек қазақша білетіндерге, сондықтан орысша жасаймыз, ойыншықтар да, мысалы, мен кішкентай кезімде Monster High, Wings, Barbie, Bratz, сондай ойыншықтарды жақсы көретін. Және де магазинға, дүкенге барып қарағанда, олардың барлығы орысша жазылған. Одағы ақпараттар, мысалы, кукла Барби, олардың description түсіндірмелердің барлығы орысша, ішіндегі кішкентай кітаптар беріледі Monster High мен Monster High'да. Олардың барлығы орысша, өйткені олар меніңше енді Ресейден Қазақстанға алып келеді осы ойыншықтар, тауарлардың барлығын, Бірақ мұнда Мажарстанда олай емес. Қайтадан тек қана Мажарстанда емес, олардың кішкентай балалардың көбі өздерінің тұрып жатқан елдегі тілде сөйлегендіктен, осы халықтардың, осы елдердің барлығында ойыншықтардың барлығы өздерінің тілдерінде. Тіпті міне Мажарстанда мен таң қалдым негізінде ойыншықтарды, ойыншық іздеп отырған болатын ғаламторда. Менің жабылмаған гештальтым бар, Сол қарап отырғанда, осы қуыршақтар, Monster High'дың қуыршақтары, Mattel корпорациясының, үлкен корпорациясының ойыншықтары мажарша жазылған. Бүкіл ақпарат, қораптарындағы ақпараттан ішіндегі кітапша, журнал, үлкен бә, кейбіреулерінде кішкентай, барлығы өздерінің тілдерінде мажарша жазылған. Сонда мен таң қалғаным, бұл негізінде саны аз, 9.600.000. 9.600.000 халық ғана бар, кішкентай негізінде. Біздің елге қарағанда салыстырсақ, кішкентай ғана ел, кішкентай ғана территория, бірақ оларға кіргізілетін ойыншықтар, оларға кіргізілетін тауарлардың барлығы кілең мажарша аударылып, ақпарат оларға мажарша жапсырылады, немесе мажарша жазылған қораптарда алып келеді. Ал бізде өкінішке орай бұл олай емес. Неге деген сұрақ
әрине де кішкентай балалардан осы негізінде жағдайдың тіл мәселесінің барлығы кішкентай бөбектерден басталады. Олар мектептің алдында өздерінің ата-аналарымен қай тілде сөйлейді, қандай ойыншықтарды, қандай кітаптарды олар алады сыйлыққа болсын, әлде өздерінің ата-аналары қандай кітап алады, соған олар қарайды, қай тіл көбірек, олар сол тілге көбірек назар аударады. Қайтадан да тағы да бір мысал, ол теледидардағы мультфильмдер, фильмдер, телесериалдар. Әрине қазір рахмет, балапан арнасы болсын, тағы да басқа арналарда қазақша көбірек кинолар, фильмдер аударылып жатыр, немесе қазақша өздері жасап жатыр, рахмет. Бірақ негізінде олар әрине де орысша контентпен қарағанда салыстырылмайды. Сондықтан балалар өздері де қарап отырып, ғаламторда да әрине де орысша мультиктер көбірек, олар там бүкіл Винкс, Монстр болса солдай, қазір олар көрмейтін шығар, бірақ біздің кезде олардың барлығы қазақша болғандықтан, орысша болғандықтан олар сол тілде көрді. Тағы да қоса келе айтатын жайттардың бірі ол мысалы кейбір адамдарды кездестіргенде, шетелден келген, басқа елдерден, кейбірі негізінде Мажарстанның өзінен болса да танысасың олармен, олар айтады, сен қайдан боласың деп. Кейін Қазақстан десе, сен орысша білесің ғой онда, да? Сен кейбірлері кейде ресеймен де Ресей ма, is it Russia, or you speak Russian, right? деп ең бірінші орыс тілі жайында сұрағанда мен жоқ, біз қазақша сөйлейміз деп жауап беремін, бірақ менің жауабым 100% дұрыс емес екені өкінішті ақ, бірақ мен біздің бетімізді сақтауға тырысамын басқа халықтардың алдында. Мен айтамын, бірінші біздің тіл ол қазақ тілі, ары қарай ол кейде орыс тілі сөйлеу, кейде орысша сөйлеуіміз мүмкін деп. Солай енді не істейміз. Біз ондай емес, біз өмір сондай деген орыс халқында сөз бар еді ғой. Сол тағы да жай өмірден мысал, тамақ ішуге, бір кафелерге ресторандарға барғанда ас мәзірін ең бірінші мажарша береді, мажар тілінде. Одан кейін егер сен сұрасаң, ағылшынша бар ма деп, сонда ғана ағылшыншаға келіп береді. Бірақ қазір негізінде көбі венгршеде тамақтар түсінікті, сондықтан маған түк етпейді. Бірақ маған осы халықтың, мажар халқының соны ұнайды, яғни ең бірінші олар мажарша сөйлей бастайды. Мысалы біреуді көргенде, шетелден болсын, шетелден болмасын, кім болса да мажарша сөйлей бастайды, немесе мажарша ақпарат береді. Одан кейін егер ол адам былай сұраса, мен мажарша түсінбеймін десе, ағылшынша білесіз бе дегенде, онда ғана олар жарайды деп ағылшынша түсіндіре бастайды. Бұл өте жақсы қасиет. Ең басты, бірінші, сен Мажарстандасың, сен мажарсың, саған келіп тұрған кісі кім болса да, сен мажарша сөйлей бастайды. Себебі мажар тілі сенің ең басты тілің, осы елде ол ең бастапқы тіл. Сондықтан ең бірінші ақпаратты мажар тілінде беру. Ал егер ол кісі түсінді ме, түсінбеді ме, ол әрине де олардың проблемасы. Ары қарай егер түсінбесе, сұрайды, түсінсе жақсы, түсінбесе сұрайды. Ал бізде қалай? Біз өте кеңпейіл халықпыз, басқа біреу жайлы біз көбірек ойлаймыз. Әсіресе олар егер басқа елден келсе, туристер болса, біз ең бірінші олар тілдерінде сөйлей бастаймыз. Білеміз бе, білмейміз бе, бірақ олар сынған қандай тіл болсын, солардың тілінде сөйлей бастаймыз. Сол біздің ең бір минусымыз. Қазақша сөйлеу керек. Туристерге қазақша үйретіңіздер. Олар туристер емес, мысалы қазіргі басқа елдерден бізге тұруға келіп жатқан халықтарды үйретіңіздер. Олармен қазақша сөйлеп. Егер түсінбей жатса, айтасың, мынау негізінде осыны білдіреді деп, оларға бір кішкене мини сабақ болады. Мен мысалы мажарлармен басқа жерде сөйлесіп тұрсам, ағылшынша сөйлей бастаймын. Одан кейін, егер мен ағылшынша сөйлей бастасам, олар ағылшынша жауап береді. Ал егер ештеңе, мысалы, ең бірінші дүкенге кіргенде,
немесе кофеханалар ең бірінші сәлеметсіз бе дегенді өздерінің тілдерінде бастайды. Ары қарай егер сенің жауабыңнан байланысты қандай тілде олар саған жауап қатады. Біреумен өзіңнің мажар тілінің білімін көрсетіп қалғың келсе, сау болыңыз деп мажарлармен мажарша қоштасқанда олар саған бірден өздерінің тілдерінде ары қарай жауап қатады. Ұзақ бірдеңе айтуы да мүмкін. Мысалы, саған бірдеңе жақсы бірдеңе тілеймін, жақсы күн тілеймін, тағы да солай. Бірақ міндетті түрде өздерінің тілдерінде. Ағылшынша емес. Өйткені сен олардың тілдерінде қоштастың, иә. Ал бізде қалай? Бізде егер біз бір халық өзінің тілінде айтып сөйлеп жатса, одан кейін қоштасқанда мысалы қазақша қолданса, біз мә саған деп мәз болып, бізге бір фантастика болып көрінеді де, одан кейін біз олардың тілдерінде ағылшынша немесе орысша ары қарай олармен сөйлесе бастаймыз, немесе қоштасамыз олардың тілдерінде, иә. Мүмкін ол біздің минусымыз шығар. Өзіміз қазақша көбірек сөйлеуіміз керек. Басқалар қазақ тілін үйрену үшін. Сонымен осылай менің видеом тамамдаймыз. Видеомды қалай ойлайсыздар? Негізінде осы мәселе жайлы мүмкін өздеріңіздің өмірлеріңізден бір қандай да бір жайттар бар шығар, ойларыңыз бар шығар, онда оны жазып кетулеріңізге болады. Сау болыңыздар және рахмет. Негізі не айтайын қазір? Бірінші қазір мен осы сөйлеп жатқанда видео түсіріп жатырмын, және мен өзімнің жүрегімнің дүрсілін өзім естіп тұрмын. Микрофонға естілмейді деген сенімдемін, өйткені әйтпесем кішкене ұят болады. There is not enough storage in my phone.